Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мақпал. Бүгін сіздермен өте дәмді, бір жасағаннан шығатын пупи-пай тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы 2 үлкен жұмыртқа қажет болады, 200 грамм қант және 250-300 граммдай сүт қажет болады. Бөлме температурасындағы 82,5% сары майдан 200 грамм қажет болады. Осы қоспаларымыздың барлығын салып, аздап араластырып аламыз. Елекке 370 грамм ұн салып, 1 шай қасықпен қопсытқышты 60 граммдай какао салып, барлығын араластырып, електен өткізіп аламыз. Енді қоспамыздың барлығын бірге араластырамыз. Ең алдымен силиконды күрекшемен араластырған ыңғайлы, содан кейін миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Енді пергамент қағазына өзімізге керек өлшемді сызып аламыз. Дайын болған қоспамызды 3-ке немесе 4-ке өзімізге қажетімізше бөліп аламыз, теңдей етіп. Сызып алған шеңберімізден шығармай, жақсылап видеодағыдай жайып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз барлығын. Піскен коржықтарымыз осылай пергамент қағазынан оңай алынатын болады. Енді біз кремімізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 500 грамм 30-35% сливки қажет болады. Сливкиімізді 1-2 минутқа миксерлеп аламыз. Бізге 500 грамм творожный сыр мен 150 грамм қант қажет болады. Екеуін бірге силиконды күрекшенің көмегімен араластырып алып, арғарай миксермен 1-2 минут қана араластырамыз. Одан көп араластыруға болмайды, себебі іріп кетуі мүмкін. Дайындап қойған сливкиімізға осы творожный сырларымызды бірге қосып араластырып, көтерілгенше миксерлейміз. Ал енді біз коржықтарымызды жинауға кірісейік. Енді дайындаған кремімізді өзіміздің қалауымыз бойынша сәндеп пупи-пай тортымызды жинасақ болады.
Енді біз шоколадты ганажымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін біз шоколадтарымызды бөліктерге бөліп дайындап аламыз. 82% сары майды қызып тұрған тапамызға салып, үстінен шоколадымызды саламыз. Массамыз дайын болғанға дейін араластырып тұруымыз қажет. Біздің ганажымыз дайын болды. Енді тортымыздың үстінен құйып шығамыз. Дайын болған тортымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеуге болады. Мінекей достар, бүгінгі дайындаған вупи-пай тортымыз дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.